Баршаларыңызға қайырлы күн. Бізге бүгін кешкі тамаққа бешбармақ. Бешбармақ ең оңай тамақтардың бірі. Рахат асып қойып, басқа тірлігіңді істеп жүресің. Қазанға етімізді саламыз. Bir қайнағаннан кейін көбігін алып, әбден көбігін алып, сәбіз, картоп, жуа бір жерден дәмін шығару үшін саламыз. Кейбіреулер алма салады, асқабақ салады. Бізге ондай ұнамайды. Осылай салып 2 сағат қайнатамыз. Мен қамырды сорпаға айлаймын, үстіне шамалы су, кішкентай су қосам, тұзын көріп аламын, сосын барып тұзы аздау болса тұз саламын. Осылай жақсылап 1,5 сағат қайнағаннан кейін енді картошкаларын 4-5 картошка өзіңіздің қалауыңызша қоса бересіз. Одан кейін тұздық істейміз жуамен. Қамырды мен 3 күлше қамыр жайдым. Шамалы көптеу болды, алып қалдым қалғанын. Мінекей біздің бешбармақ дайын. Мынау өзімізге салынып жатқан тамақ, мынау бастабақ. Зор болған ғой, енді лечо салатымен қосып, қатықпен қосып